Жақсы оқу үшін асыл суыныш. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен Қазақстанның ғажайып мұралары туралы сөйлесетін боламыз. Сонымен бірінші біздің тапсырмамыз. Алтын киімді адам деген мәтінді бірге оқиық. Тәуелсіз Қазақстан туралы айтқанда, басты ұлттық символдардың бірі алтын киімді адамды еске алмау мүмкін емес. Алтын киімді адам есік обасының сақ қорғанынан табылған. Қорғанның қабірі қарағайдан салынған. Еденіне бір-бірімен қиюластырып тақтай төселген. Тақтай еденге әр жеріне ұсақ алтын түймеше қаптырмалар тігілген, үлкен мата жайылған. Мата төсеніштің үстіне басынан аяғына дейін алтын қаптырмалармен апталған сақ көсемі жатқызылған. Оған мерекелік салтанатты киім кигізілген. Басына күн құдайының белгісіндей қанатты аттар бейнеленген. Әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қанжардан тұрады екен. Не үшін алтын адам аталды? Себебі оның барлық киімі мен қару-жарағы алтыннан апталып жасалынған екен. Ал енді оқушылар, осы мәтін бойынша келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Алтын киімді адам оңтүстік Қазақстаннан табылған. Дұрыс, Есік қаласынан табылған, яғни оңтүстік Қазақстан. Қорғанның қабірі бөренелерден салынған. Бұрыс, мәтін бойынша қорғанның қабірі қарағайдан салынған екен. Алтын киімді адамның киімі күміс әшекейлермен безендірілген. Бұрыс, себебі алтын киімді адамның киімі алтын әшекейлермен безендірілген. Басына күн құдайының символындай қанатты аттар бейнеленген, әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Я, оқушылар, бұл бізде дұрыс ақпарат екен. Көсемнің қаруы ұзын, қылыш пен қысқа қанжардан тұрған. Бұл да дұрыс ақпарат екен. Жанына қылыш пен қанжар қойылған. Дұрыс ақпарат екен. Ал енді оқушылар, 6-шы тапсырма. Мәтінді оқы, бірге және дефис арқылы жазылатын сөздерді теріп дәптеріңе жаз. Дефис арқылы жазылатын сөздер ата-баба, таным түсінік, ескез нобайы. 7-ші тапсырма. Сөйлемдерді мағынасына қарай толықтырып жаз. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Домбыра үйеңкі, қарағай, емен тәрізді ағаштардан жасалады. Домбыраның құрылысына басы, құлағы, пернелері, мойын, шанақ, тиек шектері жатады. Мәтінді толықтырайық. 6-шы тапсырма. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Сәулет өнерінің тамаша туындысы. Түркістандық ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің басына Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған кесене өзінің қайталанбас әсемдігінен түрлі өрнектермен ерекшеленеді. Маңғыстау жерасты мешіті рухани әрі тарихи орын. Мешіттің пішіні дөңгелек болып келеді. Ішкі көрінісі киіз үйге ұқсайды. Ел аңызы бойынша ұшар басына самұрық құс алтын жұмыртқа салатын тамырын тереңге жайып, көпке ұмтылған алып бәйтерек ел басының ескіз нобайы негізінде дүниеге келген. Бүгінде бәйтерек өмір ағашын бейнелеп, ынтымақ пен бірліктің, келісім мен татулықтың белгісіне айналды. Астананың тұмарындай болып, көк аспанға бой созып тұрған бәйтерек сұлу сымбатымен көз тартады. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мидың белсенді жұмысы үшін күніне 1,5 литр су ішу керек. Жақсы оқу үшін асыл суыныш.